Ағаларымыздың асыл ұлтым. Бүгін мынандай бір тақырыпқа әңгіме айтқым келіп отыр. Хабарласқан адамдардың 90% көбінің мал ұрлығы, бал ашқанға ғой енді затым ұрланды, мал ұрланды, алтыным ұрланды. Былай айтайын, өзі әулие, өзі жақсы кісі, өзі ар таза, өзі тура жолмен жүрген адамның ешнәрсесі ұрланбайды да, ешнәрсесі жоғалмайды да, затына ие болып жүрген, малына ие болып жүрген адамның, болмаса өзі өмірде Құдайға қараған адам ештемесі жоғалмайды, ештемесі ұрланбайды. Мына жерден сұрақ келеді, онда не үшін маған ондай сынақ келді, не үшін маған басыма ондай күн туды? Демек, өзіңіздің ішкі дүниеңізде, өткен өмірлеріңізде, жастайыңыздан, кішкентай күніңізде маған қазір әулие болмай-ақ қойыңыздар. Бәріміз ешқандай әулие ешқайсы жоқ, періште көкте ғана, көбі пендесіздер. Сондықтан кішкентай күніңізде болсын, болмаса жастық шағыңызда болсын, жасөспірім шағыңызда болсын, студенттік шақ болсын, әйтеуір жастық шақта нелер кетіп нелер келмейді. Ұрлаған да шығарсыз, біреудің алмасын сұрағыз шеп қойған шығарсыз, біреудің затын киіп кеткен шығарсыз, біреудің соншама армандап жүрген бір нәрсесін жаңағыдай алып кеткен шығарсыз, анаңыздан сұрамай бірдеме алып кеткен шығарсыз, аға көкеңізден болмаса жаңағы көршіден алып затын қайтармай қойған шығарсыз. Бұл жерде кінәні, бәлені бірінші өзіңізден іздеу керек. Неге менің малым ұрланып отыр? Неге менің затым жоғалып жатыр? Неге менің басымдан осындай менің затымды алып жатыр дегенде, өзіңіздің кішігірім күнәларыңызды жуып шаюмен бұл пара-пар. Өйткені бұл әлем заңдылықтан тұрады. Біреуге артық сөйледің ба, саған артық сөйлейді. Біреуге жаманаттық жасадың ба, өзің жаманаттық күте бер. Біреудің бізде қазақта қалай жаңағыдай обал болады, ұят болады, жаман болады. Осы үшеуден аттап кетсең, күте бер жамандықты. Жоқ, менің арым таза, менің намысым таза. Айналайын, арың таза болса, намысың таза болса, маған не үшін хабарласасыздар? Анауым жоғалды, мынауым жоғалды, үйттім, бүйттім, не істеймін деп. Күнәһарсыздар көбісі. Бәріміз, айтып отырмын ғой, періште көкте ғана, бәріміз пендеміз. Сол сынақтар арқылы жуылып шайылып, керісінше қуаныңыздар, сондай заттарыңыз жоғалып, малыңыз ұрланып, керісінше Құдайға шүкір сол дүниемен кеткен. Әйтпесе адаммен расчет жасасаңыз ең